Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін мен өзімнің кезекті оқыған кітабым туралы видео түсірмекпін. Ол туралы мен алдыңғы видеода айтқан болатынмын. Ол кітаптың аты «Тыныс пен дем, өмір сүр» Мақпал Болат ханымның кітабы. Бұл кітапты мен желтоқсан айының басында болу керек Меломаннан алған болатынмын 3500-ге. Бұл Алматы баспасында шыққан, Алматыда шыққан 2020 жылы. Барлығы қазір қанша бетке келеді? 167 бет. Негізінен жылдам оқылады. Мен екі кітапты қатар оқығандықтан және экзаменім болғандықтан, оған дайындық үстінде болғандықтан бұл кітапты көп оқымадым. Тек осы қаңтар айының 10-дарында мекен бітірген болатынмын. 10-нан кете бітірген болатынмын, есімде болса. Өте қысқа болғанда өте жұқа, жылдам оқылады және көп ойландыратын кітап. Оқып отырып, бұл кітаптың ерекшелігі басқалардан. Бұда саған назар аударып отқан сияқты, обращение ретінде. Яғни, бұлай жаса, осылай істе, бүйт, сөйт деген сияқты неде жазылған, стильде жазылған. Яғни, сен бір адаммен сөйлесіп отқан сияқты боласың. Бұл кітап кімдерге арналған? Мен кімдерге оқыңдар деп айтар едім. Бұл кітапта өзінің болашағына, ертеңіне алаңдайтын адамдарға, біреулерді кешіре алмай жүрсеңіз, және өзіңіздің ішкі жан дүниеңізді көбірек тануға тырысқыңыз келсе, егер немесе жақыныңыз қайтыс болған болса, өмірден қатты қиналып түңіліп жүрген болсаңыз, осы кітапты оқыңыз дер едім. Бұл кітап өте жақсы, маған жалпы ұнады. Және мен бұл кітапта оқығандағы ерекшелігім әр өзіме ұнаған сөздерді, негізгі сөздерді белгілеп оттым. Бұлай сарымен белгілеп оттым. Жасылмен де белгілеп оттым. Екеуі екі түрлі мағынада, екі түрлі бағытта белгіледім. Көріңіздер ме? Және бұда бұл кезде, бұл кітапты оқып отқан кезде өзіңнің тынысыңды, деміңді бақылауың керексің. Онда айтып отырады, тыныс пен деміңе назар сал, терең дем ал, терең дем шығар деген сияқты айтып отырады. Оқығанда бір деммен оқып шығасың бұл кітапты және көп ойландырады шынымен де. Мен бұл кітапты оқуға кеңес беремін. Ішіне сіздерге бір айтып кететін мысалға цитаталарды нелер айтатын болсам, ешқашан біреудің пікірін тыңдап, ой түйме, және ешқашан өзіңнің өзге біреу жайлы пікіріңді басқа адамға таңба. Бұл мысалға өсек деген сияқты, өсек айтпа деген сияқты, өсек тыңдама деген сияқты. Және біреудің саған айтқан пікірінен ол адам туралы ойыңды өзгертпе дейді. Адам өзін қаншалықты бағалайды, айналасы да соншалықты бағалайды. Бұл жерде самооценка, өзін бағалау туралы айтылған. Сен өзіңді қаншалықты жоғары ұстасаң, өзіңді қаншалықты бағаласаң, басқалар да саған солай қарым-қатынас жасайды. Өз ойыңның, ақылыңның, көңіл күйіңнің, эмоцияңның ең бастысы өз өмірінің құлы емес, қожайыны бол. Яғни, өзіңнің ішінде болып жатқан эмоцияларыңды басқара алуың керексің. Кез келген жағдайда өз ойыңды, яғни жаман нәрсе ойлап оған беріліп кетпеу керек деген сияқты. Көңіл күйіңді, яғни настроениеңді, яғни көңіл күйіңді түсіріп, мүлдем қайғырып отыра беру деген де ол да дұрыс емес. Сол сияқты өзіңді басқарып, өзіңді қолға ал дейді. Осы кітапты барлықтарыңызға оқыңыздар деп айтамын. Меломаннан тапсаңыздар болады. Және мен тағы да 2 кітапқа заказ бердім. Шүкір Аллаға. Және бір кітапты алдым, өзім барып қайттым. Ол кітаптар туралы келесі видеоларды айтатын боламын. Күтіңіздер. Менен жақсы жаңалық күтіңіздер. Бұл енді видеомды осы бір сөзмен аяқтағым келеді. Осы кітаптан соңғы сөйлемі. Өмір, мен бәрін қабылдадым. Енді әрі қарай қабылдауға дайынмын. Өйткені мен жай ғана қабылдап босатушы тыныс пен деммін дейді. Жақсы, сау болыңыздар.